Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен лимонный пирог пісіретін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттер: қант, жұмыртқа, ұн, сары май, лимонный соғы, лимон цедрасы, ванильный сахар, шымшык тұз, разрыхитель. Алдымен біздер жұмыртқа мен қантты миксерге жақсылап араластырып аламыз, қантты ергенше. Одан соң міне көрсетілгендей ванильный сахар мен шымшык тұзды саламыз. Оны да араластырып, сосын жаңағы сары майымызды саламыз. Тағы да миксермен араластырамыз. Енді біздер лимон цедрасы мен лимонның соғын салатын боламыз. Сосын миксермен тағы да араластырамыз. Ұнға разрыхителімізді қосамыз да, сосын жақсылап миксермен тағы да араластырамыз. Бізде осындай тесто болушы керек. Формамды жақсылап сары маймен майладым. 180 градусқа 30-35 минутқа пісіріп аламыз пирогымызды. Достар, мінекей лимонный пирогымыз дайын. Бетін әдемілік үшін сахарный пудраны сеуіп қойдым. Менің видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.